Дарина дейді. Алина. Үміткер бізде жігіт. Және ол жігіттің таңдауы Дарина. Мұса сияқты тұрып амандастың ғой барлығымен. Я бастайық. Нені бастайық? Қатты асығып шықтың ортаға кәдімгі ерекше бимен, көңіл күймен. Демек, үміткер қабылдауға 100% дайын. Соңғы рет. 10 ай айтып тұрмын, мүмкін соңғы рет. Надеюсь, в этот раз. Соңғы үміткер болуы мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Барлығы мүмкін. Осы жерде бар жаңа сияқты айтып тұр ғой. Сен білмейсің 20 минуттан кейін не болады? 20 секундтан кейін. 20 секунд. Біздің ұранға айналған сөздер 20 секундтан кейін не болатынын біз де білмейміз. Сондықтан айтпақшы, Дарина, қателеспесем, Рамазан екеулеріңіздің араларыңызда барлығы дұрыс, иә? Достастыңыздар, татуластыңыздар. Иә, сөйлестік. Қайтадан доссыздар ма енді? Я енді просто Рамзан бір жағынан түсіндірді. Қаншама дос болсақ та, менің, қатты арақаңызға, не вмешивайся. Я, мен сені сыйлаймын, бірақ та мен де отбасы құру керек, мен де должен быть счастливым, сондықтан Ромаға ренішім жоқ мүлдем. Просто оның алдына Ромаға мүлдем сөйлескен жоқпыз, мен өзім қашып жүрдім. Жоқ, сөйлеспеймін. Бірақ та Рамазан қуып жүрді, мен қашып жүрдім деш? Я. Енді барлығы дұрыс болды. Ал кешегі жағдайда сен қай аруды қолдайсың? Агата, я болмаса Кармела. Кімдікі дұрыс сенің ойынша? Я нахрен білесіз ғой, кімді мен қолдаймын. В любом случае. Агатаны. Бірақ та Кармела қаншама да қарсы шықсам, я могла на том месте вчера тоже и Кармелу ударить. Бірақ та ондай қадамға барған жоқпын. Құдайға шүкір дейміз, иә. Жалпы кеше әлеуметтік желіде сенің парақшаңда мен бір шындықты білем, айтам, сіздерге бірінші айтам дедің. Ол қандай шындық? Біз білмейтін не бар тағы да? Жоқ, біз сөйлестік. Барлығы қыздар бір-бірінің арасында өзі шешеді. Сен араласпа? Араласпаймын, бірақ та егерде шешілмей бара жатса, біз сенен көмек сұраймыз, иә? Сол кезде шындықтың барлығын айтып, жайып саласың, құрметті көрермен. Даринаға келген үміткер шынымен де соңғы үміткер ме? Әлде кім екен, таный ма, танымай ма? Барлығын жарнамадан кейін білеміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасында тікелей эфирдеміз. Бізге қосылыңыздар, хабарласыңыздар. Төменде көрсетілген нөмір бойынша қоңырау шалсаңыздар, біздің қатысушыларға, біздің ұжымға, біздің жобаға пікір айтуларыңызға болады. Сондықтан қоңырауларыңызды күтеміз, пікірлеріңізді тыңдауға дайынбыз. Және шымылдық жабылып үлгерді жарнамаға дейін. Даринаны ортаға шығардық, шақырдық. Даринаның үміткерден үміті зор, соңғы үміткерім болсыншы. Главный талаптарына сай болсын. Талаптарына сай болсын дейсің. Ал тексеріп көрейік, дайынсың ғой? Ортаға Даринаның мүмкін соңғы үміткері болатын үміткерді шақырамыз, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Иә, ал берекелі бейсенбідегі Даринаның бақытқа бөлейтін үміткері ме екен, көрейік, танысайық. Есімім Айдын болады. Айдын. Жасыңыз? Жасым 24-те. 24-те? Қай жақтың тумасы боласыз? Өзім Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш деген жердің тумасы боласыз. Ұзынағаш? Жақсы. Ал немен айналысасыз? Қандай қызметтесіз? Мамандығыңыз? Даринаға өйткені бұның барлығы қызық. Мамандығым негізі юрист. Жалпы ол мамандықта жұмыс жасамағам. Бар саласында жұмыс жасағам. Барда, кофейняда жұмыс жасағам. Бармын бұл. Баристасыз, е? Иә, бариста болып істегем. Қазір тана істемеймін. Ал жарайды. Неге біздің Дарина?
Несімен ұнады? Мінезімен, сұлулығымен? Даринаның білмеймін, шынайылығы ұнайды. Өзі қарапайым, шынайы. Бетке айта салады, любой кез келген нәрсені. Ал шынайы Дарина, шынайы сұрақтарыңды қойсаң? Айдын, қош келдіңіз. Сәлем. Танығаныңыз үшін үлкен рахмет. Не деп айтайын? Қазір қайда жұмыс істейсіз? Борис болып, иә? Я Борис болып істеймін, қазір істемеймін. Біз карантинге байланысты уже жауып қалды. Үйде қанша адам? Үйде менен кейін 3 інім бар, үйдің үлкені. Яғни болашақта ата емен тұрмаймыз, иә? Ол жағын бұйырса кейін шешеміз ғой, қазір айта алмаймын ештеңе. Былай ғой. Ұзынағашта тұрамыз ба, немесе Алматыда? Алматыда тұрамыз. Так. Қандай сұрақ қояйын? Осы жерде кіммен тұрасыз, Алматыда? Ау? Алматыда кіммен тұрасыз? Алматыда жалдамалы пәтерде тұрамыз, балалармен. Менің талаптарымды білесіз ба? Қатты білем деп айтпаймын, бірақ Инстаграмнан бақылап тұрамын. Бірақ Инстаграм талаптарын ғой жазбаймын ғой, вообще по идее. Білем. Иә. Бойыңыз қанша? Бойым 1,70, по-моему, или жетпей ма, білмеймін. Бірақ соғышы. Дарина, сен талаптарымды енді әлеуметтік желіге жазбаймын ғой деп жатырсың. Нақты сенің мысалға бір ең маңызды, ең басты 3 талабың. Ең маңызды, жасы менен де үлкен болу керек, 25-тен бастап 32-ге дейін, тұрақты жұмысы болу керек, болашақта ата емен тұрмайтын. Кенже емес, короче. Кенже емес, иә. Сіздің, енді сіз шаңырақта кенжесі емессіз? Үйдің үлкен үшінім бар, ініңіз? 4 ұл бір. Иә, 4. Тамаша. Маған деген сұрақтарыңыз бар ма? Білмеймін, сәл қобалжып тұрмын ба, бірдеңе болып тұрмын. Қобалжымаңыз, барлығы дұрыс. Оның алды айттым, өз үйіме айына бірнеше рет барам. Қарсы емес ба? Айына бірнеше рет барам. Төркініме ма? Иә, төркініне. Ол жағын кейін сөйлесеміз ғой, қазір ештеңе айтпай қояйық. Бұлай деп ештеңе айта алмайды. Бірақ білмеймін, жер шарында төркініне айына 3-4 рет жіберетін жігіт табыла ма екен негізінде? Қалай ойлайсыздар? Табылмайды, иә? Жоқ, табылады. Мұса мен Бексұлтан былай көрсетіп жатыр, соған қарағанда табылмайтын сияқты. Жоқ, табылады. Менің ойымша. Сіздің ойыңызша қаншалықты дұрыс, мысалы, сіздің болашақ жарыңыз сізбен отбасын құрғаннан кейін төркініне жиі барса, басқа қалада болса. Өйткені Дарина өзі Павлодардың қызы. Білем. Бірақ та егер барлық жақсы болады, өз анымды осы Алматыға келуге болады қой. Вообще, по идее, если қиын болса. Көрдіңіз ғой, біздің қызымыздың дәмесі зор. Ол жағы туралы ешқандай ештеңе қазір айтпай қойын. Әлі ерте дейсіз. Болашақта сіздің әйеліңіз үйде отыру керек па, немесе жұмыс істеу керек? Жұмыс істегенде енді қалай айтсам болады, өзінің желаниясына байланысты, мен оны ойбай үйде отыр деп бүйтіп айтпаймын ештеңе. Сосын менде оның алдында айттым, менің ақшам менде болады, сіздің ақшаңыз біздің общий ақша болады. Ол сұрақтарды кейін сөйлесек бола ма? Барлық менің сұрағымды айтып тұрсыз. Дарина, сенің мына сұрақтарынан кейін үміткер шымылдық ашылмай, мына еспен шығып кететін сияқты қазір. Жоқ, Диана ханым, чтоб оның уақытын алмау үшін, сондықтан барлығына айтқым келіп тұр ғой, сол үшін. Бірақ та кешіріңіз. Айдын, кешіріңіз. Жоқ. Ол көрген жоқ, Дарина, уайымдама. Көрген жоқ, Дарина қоп қалайын деді, сіздің өлеңпеңізді естіп. Айта беріңіз, құлағым сізде. Өзіңіз үйде қанша жастар? 4-еуміз, менен кейін 2 сіңілім, бауырым. Жақында менің ісімге ұсыныс білдірді. Дарина, сәл орындықтың артық жағына барасың, гасты құлап кететін сияқты. Жоқ, Диана ханым, чтобы в кадре красиво будь. Давай же мне подправляй, сол үшін. Мәссаған, операторымызға ренжіп жатыр, Дарина. Дәулет ағасы, енді дұрыстап түсіріңіз, Дарина кадрда өте әдемі, арық болып көрінсін, е? Жоқ, Диана, просто кадр 10 килограммға дейін қосады ғой, просто. Сол, чтоб... Я, аяқтарың ұзын болсын. Неде, кішке қобалжып тұрмын, мүмкін... Байқалып тұр. Я, мүмкін шымылдықты ашайық.
мәссаған бірде или жоқ, біздің қатысушылар сұрақ қоямыз дейді. Еділден бастайық. Бека, арамызға оралған Мұса бар, Агата. Жарнамаға жақын алған кезде Агатаға береміз ғой. Қош келдіңіз. Мен сұрағым сізге емес, Даринаға. Дарина, егер де сен айтып жатсың ғой, төркіншіл мамамды көшіріп келемін, күнде барам деген сияқты, мама көмектесу керек деген сияқты. Ол дұрыс қой. Үйде ұл болмағаннан кейін осындай болу керек. Бірақ та сенің ертең балаң туса, ұлың туса да, ұлыңның келіні дәл осындай, сен өзіңнің келінің, ұлыңның әйелі дәл осындай саған өйстіп айтса, жоқ, мен мамам, сенің ұлың тапқан табысының бәрін мамаңа тасып, өзің тапқан табысын мамасына тасып сөйтіп жатса, сенің көзқарасың қандай болады? Қарам, вообще бізде үйде тек қана қыздар емес, бізде менде бауырым бар, жас 16-та айттым, пока мен үйіне әйел келмесе, мен мамамен бірге көмектесемін в любом случае. Өз ақшам, это менің ақшам, мужчина должен намного больше зарабатывать, чтобы оған жету үшін, отбасыға и балаларға жету үшін. Айтпаймын ғой, барлық ақшаны мамаға берем деп. Жоқ, өз ақшам, менің ақшам деп, ол ақшаның бәрін не істейін деп жатсың, сол түсінбедім сен. Не істеймін? Откладывать буду. Балаларға киім алам, өзіме. Вот. Өз ақшам деме, енді балаларға жинаймын деп айтса, сөйтіп өз ақшам. Жоқ, просто мен осы ақшаны өзіме алам, мен білемін не істеймін. А общий наш деньги, это наши общие. Біз бірге барлық шешеміз қайда сұрақ түсінбеймін. Осы төркіншіл қыздарды қыз деген жат-жұрттық деп кішкентайымыздан тәрбиелейді ғой. Біздің үйде қарындастарымыз бар, оларға айтамыз біз. Егер ертең үйленетін болсаңдар, біз көріп отырамыз ғой, шай ішіп отырған кезде аналарымыз ақыл айтып отырады да, үйге көп келмеңдер, енелерің осындай болады деп түсіндіріп отырады да. Қазір тәрбиені дұрыс беру керек та қыздарға же, сол үшін тәрбие дұрыс болады. Еділ, мен мамам маған ешқашан айтқан жоқсың, ой, все шығасың, келмейсің деп, по-сто раз келесің деп. Мен өзім қабылдадым. Менің ойым. Осы пікірлеріңді естіп, мамаң айтпай ма саған, қызым өйтіп айтпа, ұят болады, ертең үйленген кезде өзің келісіп аласың, бірақ эфирде өйтіп айтпа деп саған айтпай ма, мама? Жоқ, осы жерде келе эфир, не үшін біз маска киеміз? Наоборот, нужно алдын ала барлық жігітке айту, чтобы наоборот, как у многих девочек, ой, такая паинька, потом на сюрприз, то же самое, керек емес, понимаешь? Мен саған басқа сұрақ қойсам, басқа жауап беріп жатырмын. Жоқ, нет, наоборот, надо в открытую говорить, өз талаптарың, то, что үйге барасың почаще деп, оның барлығы сенің болашақ күйің білсін. Ертең сосын айтады, не үшін сен маған айтқан жоқсың, мен саған үміткер келген кезде деп, сол сияқты ғой. Дианахан. Иә, Жанат. Дарина жан, бізде ерке ғой, Даринаға айтқым келеді да, негізі бағана төркін туралы әрдайым айтады ғой. О, Жанат, бастамашы, жоқ, бастайын деп жатқан жоқ, мен саған. Вот мен тұрмыста болған кезде үйге қайтқан жоқпын, мама вообще барған жоқ. Дарина қазір мен тебе осайын деп жатқан жоқ. Алла, тоба. Мен саған қазір бар ғой, басқа нәрсе айтайын деп жатырмын. Мен негізі былай ақылымды айтайын деп жатқан ғой, Дарина жан, ертең сен ғашық болсаң, мына бәр нәрсең талаптарың қалады бір жөнде. Ертең күйеуіңмен, енеңмен, атаңмен бәр нәрсең жақсы болса, сенің өзің ақ үйіңе төркініңе барғың келмей қалады, айналайын. Сол үшін сол мен саған ақылымды айтайын десем, мен сен сияқты инемен бір жыл бойы шай ішіп, ой, ешқайда бармаймын, вот такой идеально не хочу быть. Мен білем, сен халықтың жанатысың, ты хочешь прям, чтобы понравиться всегда. Бірақ та мен сен сияқты емес, я не такая идеальна, прости меня, Жанат. Понравиться емес, Дарина, сен айтып отырсың ғой, мен де сол... Жанат, мен білем, что до сентября мало времени осталось, ты стараешься себя показать во всем. Бірақ та, извини меня. Қой, Дарина, кішкене сабырлы бол. Енді Айдынға бір сұрағым бар еді. Иә, әрине. Айдын, қош келдіңіз. Тоба деп қойсаң. Бетімнен жылы болды ғой. Білмеймін енді, не істеп қойыппын деп өзім таңғалып отырмын. Вроде бы нормально сияқты еді, сол сұрақ келген кезде. Айдын, енді бізде деген Дарина енді андай современная ғой, сондай қыз. Сіз өзіңіз қазақтың салт дәстүрін қатты ұстанасыз ба үйде? Жаңағы сәлем салу, ерте тұру деген сияқты, бірге тұру, ене атамен ұстанасыз ба сондай? Енді бір аса қатты бір алып баратқан салт дәстүр бар деп айтпаймын, бірақ енді қазақ болғаннан бәріміз ұстанамыз ғой салт дәстүрді. Мысалы, таң атпастан сен мысалы папа мама бірінші өздері шайын өздері құйып жүрген дұрыс емес деп ойлаймын. Конечно, сенің әйелің болғанда сен тұрып бір шайын беріп келіп ұйықтасын, мен оған ештеңе демейсің, сол сияқты нәрселер ғой. Өте дұрыс, Пикош. Мен айтайын деген мына жерде қош келдің бауырым. Даринаға айта кетейін, одан кейін саған бір сұрағым бар. Даринаға айтайын деген мына жерде бір тұрмыс құратын емес, бір жігіт алуға келген сияқты да, өзін анан төркінім, бүйтем, сөйтем деп ше, жаңағындай. Бұл дұрыс қой, енді алғашында по-любому любой қазақтың жігіті ата-анасымен қанша жерден үйдің үлкені болсын, кішісі болсын, ортаңғысы болсын, по-любому бір жыл, 2 ай үйрету керек қой, по-любому.
жаңа айтып жатыр ғой өзі де үйде шай құю керек деген сияқты. Сондай мына жерде просто білмеймін 10 ай болды ғой енді ары қарай талабыңды хотя бір өзгертші. Өзің ренжисің бір жағынан, келмейді маған үміткер келмейді дейді. Келіп отырса өйстіп бетін қайтаруға тырысасың әйтеуір өзің талаптарыңды айтып. Енді саған сұрақ қояйын дедім бауырым. Жалпы негізі Даринаға келатқанды үй іші біле ма? Иә, біледі. Естіді, иә? Ондай ата-ана былай қарсы болып естіген жоқ, иә? Бәрі дұрыс. Аха. Мен бірақ та оның алдында мен айттым, ұшқын болса, мен қараймын жігітке. Ондай қатты талаптар болған жоқ. Сосын уақыт өткеннен кейін түсіндім. Лучше наоборот өз талаптарын нақты қояйын, чтобы маған жеңіл болу үшін. Өйткені оның алдында маған көбінесе үміткер менен жасы кіші келіп жүрді. Менің ойымша, наоборот, когда мужчина, тебя меньше, наоборот, ертең в любом случае будет заметно то, что он тебя младше. Сондықтан маған біреудің жігіті үшін мамочка болғым келмейді. Сондықтан в любом случае мне нужно постарше мужчина. Бұл жерде мамочканың қатысы жоқ қой бұл жерде. Вообще қатысы жоқ мамочканың бұл жерде. Просто бірден үйсіп білмеймін, шымылдық ашқысы келмей қалды ғой. Ашса бір қайта берейші дегенде отырды, бүйтіп ойлап кетті да жаңағы. Иә, үміткеріміз отырған сәтті пайдаланып шымылдықты ашып алайық, әйтпесе қашып кетер қазір тағы да, иә? Ал шымылдығымыз ашылсын. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тексеші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдығымыз ашылды. Дарина? Я, маған деген сұрақтарыңыз бар ма? Талаптарын бәрін өзгертемін деп қой. Жоқ, Бекош, білесің ба, мен осы жерде отырған кезде ғашық болған кейін барлық талаптарына алып тастадым. Сол жігітпен ата-енемен тұрамын деп қарсы болған жоқпын. Просто мүмкін қазір ондай махаббат деген менде жоқ, сондықтан осындай талаптар. Махаббат барға бар, жоққа жоқ қой. Айдын мырза, сіздің әсеріңіз? Иә? Бәл қолы отырмын ба, біреңе отырмын ба, жібермей отырмын мен, кешіріңіздер. Қобалжымаңыз, барлығы дұрыс. Өзіңізді еркін ұстауға тырысыңыз, иә? Өзіңіз сол Павлодарда мектепте бердіңіз ба, сояқта оқыдыңыз ба? Қандай мамандықты оқығансыз? Заңгермін сіз сияқты. Бірақ та мамандық бойынша жұмыс істемеймін. Диплом жай ғана үйде жатыр. Мен сияқтыңыз? Иә, сіз сияқты. Ұқсастықтарыңыз бар екен, иә? Және Дарина енді жеке кәсіпкер, бізде сол үшін болашақта үйде отырғысы келмейді, өзінің кәсібін ары қарай өрге домалатқысы келеді дегендей. Бірақ Айдын мырзаның еш қарсылығы жоқ екен ондайға. Дарина? Иә, күшті. Қазір жарнама болмас бұрын Агатаға сұрақ беріп үлгерейікші. Айдын мырза, қош келдіңіз. Сіз құрметті көрермен, кешірім сұрайын, бізде жарнама. Агатаның сұрағы жарнамадан кейін болады, және Дарина қандай шындықты білет, барлығымызға қызық, өзі айтып береді деген үміттемін. Еуразия бірінші арнасында қауышамыз. Қымбатты көрермен, қосылайық жобасы, біздің қатысушылар, біз сіздерді күтіп отырмыз. Қосылыңыздар, хабарласыңыздар. Және де ортада бізде жаңа таныстық. Даринаның жаңа үміткері Айдын мырза. Дарина сол баяғы төркініме айына да сұранып жүрме келесі жолы. Айына бірнеше мәрте барам, соған көнетін жігіт керек дейді. Жарнамаға дейін Агата сұрақ қоям деді Даринаға. Айдын, сізге сұрақ. 5 жылдан кейін, или болашақта не план бар сізде, не істейсіз? 5 жылға ма? Алдағы? Примерно 5 жыл алсақ, иә. Енді пландар бар, бірақ айтады ғой. Айта берсең ештеңе де болмайды деп негізі. Ол бір алған қолында ғой бәрі. Біз оны, по идее, пландар бар негізі. Бірақ айтпай қойсам болмай ма негізі? Бар жағмен управляющий болып, өз ресторанымда ашамын дейсіз ба? Сондай бір ойлар бар негізі. Юрист болып көрем дейсіз ба? Жоқ, юрист негізі, қалай айтсам болады.
юрист оқыдым, бітірдім, армияда болдым. Мектепте кезінде жүргенде бір не болған, ситуация болған негізі кезінде. Сонымен негізі өзім ойлағам, болашақта органға жұмысқа кірем ба деген ой болған өзімде. И сол бір кедергілер болып қалды. Содан кейін болмай қалды, енді көреміз, Алла бұйырса. Көреміз. Ұнап тұрды, что армияда болған бірінші жігіт, который армияда болып маған келетін. Мен ойымша, егер жігіт армияда болса, оның мужской стержень әрқашан болады. Сондықтан бізде кейбір мужчина онда серьезный емес қой, армия исправляет как настоящий мужчина. Сондықтан күшті, большой плюс мен ойымша. Еділ ерекше қол соқты, өйткені жайық екеуі әскери борыштарын өтеді, е? Тағы басқа қатысушылар бар ма әскерде болған? Әскерде болғандар сөйлесін деді Кош. Әскери қызметкер екен. Мен сұрақ қойын деген бағана енді юристпін дедім ғой, мамандық бойынша. Сіз оны өзіңіз таңдап тұрсыңыз ба, или үйдегілердің таңдауымен ба? Жоқ, өзім таңдауым болды негізі. Армияда сол өзім таңдауымен барып. Жоқ, түсінікті ғой. Қазір негізі көбісі андай мамандық бойынша істемей жатқанға айтамын да, өзі андай үйдегілердің айтуымен или ата-анасының арманымен неге түсіреді да, сол оқу орнына. Содан кейін тұрады да, баласы қатты бір журналист болғаннан кейін өзінің сферасын по-любому тауып кетеді да. Сондықтан айтып отқаным ғой, сіз үйдегілердің айтуы бойынша, мысалы біз колледжге оқып түскен кезде үйдегілердің айтқанымен түстік та, біз қазір по-любому ол жақта жұмыс істеп жатқан жоқпыз деймін да, просто. Егер сіздер болашақта ертең балаларыңыз болып жатса, Дарина, сен таңдап түсіресің ба? Оқу орны или өз таңдағанын қалайсың ба? Өз таңдасың. Просто бізде қазір вообще в основном, егер ата-анасы түсірсе, ой, осыған барасың, ертең жұмысың бар, сосын баласы оқиды, өз уақытында жайдан жай кетіреді, диплом алған кейін диплом сол үйде отыр. Сондықтан баласы қандай мамандық қалап тұрса, соған жіберем. Дұрыс. Ол болсын. Қосыламын. Даринаға қосыласыз, е? Қосыламын. Қош келдіңіз, Айдын мырза. Сұрағына қосыласыз ба, әлде Даринамен жалпы өмірде қосыласыз? Жоқ, жалпы негізі былай айтайын да, мен де ата-анам сондай, негізі мен айтамын, міне мам, пап, мен былай істейін деп жатырмын, осылай мен деп ше. Бірақ маған ешқашан әке-шешем сен бүйтпе деп айтқан емес. Өзің балам жүрегіне қалайды, соны істе деп айтады постоянно. Мен ойлаймын, Алла бұйырса балам болса, мен де сондай тәрбие беруге тырысатын шығармын, Алла бұйырса. Тамаша. Айдын мырза, қош келдіңіз. Жаңағыдай сіз енді салт дәстүрге жақсы қараймын, көзқарасым жақсы деп жатсыз ғой. Енді сіз татуировка салдырту, болмаса пластикалық отаға көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым нашар деп айтсам болады. Нашар. Енді бізде Даринада татуировка бар, оған байқаған шығар, сен эфирді көріп жүрсеңіз, жаңағыдай сол жайлы әңгіме айтады. Онда келесі жол байқайтын боласың шығар, сен де қысқа көп келді ғой, сол кезде көресіз. Енді тағы бір сұрағым бар да, қысқа енді кимейтін шығар деймін. Жанаған тағы да бір сұрағым бар да. Бізде Дарина енді кішкене андай тез ашуға берілетін қыз. Енді болашақта жұп болып, тұрмыс құрып бір-біріңізбен жаңағыдай шаңырақ көтеріп жатсаңыздар, егер де ертең Дарина сізге қол көтеріп жатса, оған не дейсіз? Қол көтеріп жатса дейсіз ба? Екеуіңіз мысалы келіспей қалсаңыздар бірдеңкеге, мысалы біздің Дарина жігіт қыз деп бөлмейді, жігітке де қол көтереді, қызға да қол көтереді. Сол кезде сізге қол көтерсе, сіз не жасайсыз, не істейсіз? Қашан десе үйге. Не сұрақ? Қыз баласы жігітке қол көтерсе деген. Жоқ, енді жалпы былай айтайын да, ол туралы мен өзім, әр адам өз ой ғой. Мен қыз балаға вообще осы 24-тен 25 келіп болдым, вообще Алла біледі, ешқашан қолым көтеріп, бүйтіп не істепші. Ондай не әдетінде жоқ. Енді қатты намысым айтса, енді айтуы мүмкін да ауызбен, бірақ ешқашан может қолым бүйтіп сабалу мүмкін там. Бірақ ондай Ол болсын, бізде ол кім по факту ғой, негізі сенде ол қол көтерген бұл студияда болған, мысалы өзінің жұбымен сол кезде қол көтерген, сол сияқты соған сізге намектап айтып жатқан ба? Болсын, осы жерде намектап атпай қой сен жарай ма? Сіздің өте ашық екен. Бір рет шапалақ бердім. Я уже 100 раз извинение попросила, мен түсіндім, что бұл артық болды. Ал қыздарға келетін болсақ, қыздар сами допускают. Вот сен сияқты қыз, допустим, дұрыстап түсінбейсің ба, вот скоро рано или поздно от меня тоже получил болсын. Так что за языком ие бол, кішкене құтым ба? Бұл әңгімені тоқтату үшін студиямызға хабарласқан көрерменнің пікірін тыңдайық. Қыздар әйтпесе кәдімгідей дауласып жатыр. Алло, қайырлы күн. Қосылайыққа түстіңіз. Алло, саламатсыз, Диана ханым. Қайырлы күн. Иә, мен Дианағамен үміткеріне... Дарина. Иә, Даринаға айтар сөзім бар еді.
Зарина өте жақсы үміткер келді. Иә, айта беріңіз. Иә, содан кейін мен өзім ойлаймын, қатысушыларның бәрі жақсы қыздар, еркектер емес қыздар айтарым. Жалғастыра беріңіз, тоқтамай. Иә, әр қыз бақытты болуға лайық. Соған не айтамын, сосын қатысушылар өте жақсы. Сосын кейін Санжарға айтар ындайым бар еді, кішкене ренжісім бар еді. Санжарға? Иә, Санжар кішкене не жаман бала емес, кішкене мінезіне жаман көрініп қалады елге. Бірақтан былай сөзіне постоянно көрермендеріміз болған, постоянно көремін, осылайтшы. Иә. Кішкене Санжар бірақтан қыздар түні түсіре береді, қазақтың қыздарынышы. Ескерту жасағыңыз келіп тұр, иә, Санжарға, түсінгенім бойынша. Иә, Санжар жақсы жігіт, бірақтан кішкене қызғаншақ па, жоқ болмасын, кішкене пері тармасында жігітті, енді жаман емес қой. Түсінікті, рахмет хабарласқаныңызға. Біраз қатысушыларға пікіріңізді айттыңыз. Санжарға өзінің назын білдіріп жатыр. Ал сұрақ кімде? Әсем? Зана ханым, айта кетейін дегем, мына жерде жаңа айтып жатыр ғой, Дарина, сен сынды көтере біл деп айтқым келеді. Енді кім сен о жағын білетін шығарсың. Өзің қатысушылар шықса айтасың, сен былай істедің ғой деп бетіне басасың. Қазір енді ұлболсын айтып жатыр, ол аспаннан алып отырған жоқ, ол по факту болған жағдайды айтып отыр. Енді сен оны бір тағы да провокацияға шақырып, ұрысқа шақырып солай айтып жатсың да, ол ештеңе құрастырып отырған жоқ, ол шындығын айтты. Казман ответ айтпай-ақ қой, бұл сұраққа жоқ сұрағым. Саған емес, бұл осы жерде жауап отырған кезде Диана ханым айтты, бір-біріңізге даже пікір айтпай қойыңдар. Бірақ та мен Санжарға айттым, ол болсын, как всегда, свои 5 копеек вставил. Осы жерде сөйлесіп тұрмыз, опять своих 5 копеек вставил. Бір рет айттым, екінші рет айттым, үшінші рет түсінбесе, грубо говоря, жоқ енді по-другому. Бірақ та Диана ханым айттыған, егер көтермесең сіңді, айтпай қой Даринаға, бір-біріңізге пікір вообще айтпай қойыңдар. Ничего не говорите друг другу. То же самое. Не үшін бірінші бастады? Мен саған айтқан жоқпын. Дарина, мен сұрақ қойдым үміткерге. Мен басқан былай тиісіп ешнәрсе айтқан жоқпын. Мен үміткердің несін жауабын айтқым келіп тұрғаны ше, шынымен де мысалы Диана ханым, уже қанша аптадан бері келе жатсыңдар ғой, екеулердің араларындағы конфликт мысалы да, аяғы ұрысқа келеді мысалы. Сондықтан мен ойлаймын да, сен ол болсын енді сен жылы жауап беруіне болушы еді да, ал ол болсын саған мен ойлаймын провокацияға просто берілме. Өйткені қазір аяғы по-любому төбелеске келеді. Рахмет, осы жағдайдың барлығын алдын алу үшін біздің бос сырласу бөлмесіне Дарина үміткермен барып қайтса, сырласса, әңгімелессе, қалай болар екен? Дарина жан, Айдын мырзамен барамыз ба? Айдын, сізге үлкен рахмет. Я мүмкін қазір қатты ашылған жоқсыз. Но вы меня заинтересовали, так что сразу Интриганың гүлі Дарина. Қошеметтеріңіз сырласыңыз.